жанында шатыр болатын, сол шатырда отыратын әлгі әйел кісі адам қабылдап көретін. Пайғамбарымыздың заманда мешіттің ішіне кіріп аралап су беріп жүретін әйелдер болған, шөлдеген адамдарға. Сыртында арырақ тұрып сауда қылып жұртқа базарға шығып, базардың ішінде де жалғыз әйел бір өзі сауда қылып жүретіндер болған. Бауырлар, сол сауда қылатын әйелдердің бірі пайғамбарымыздың әйелі, Сафия деген әйелі. Ол кісі тігін өнерінде болған. Тігін тігеді екен де базарға барып сатады екен. Біз әйелдің ақысын білмейміз. Сөйтеміз да діннің бір шетін естіп алып, бет алды балтабайлыққа саламыз. Болды, осылай болу керек дейміз. Егер солай болу керек болса, пайғамбар істеу керек еді ғой соны.